Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Сіздермен бірге бүгін біз атом физикасына шолу жасайтын боламыз, яғни атом физикасы теориядан шынайы өмірге дейін. Бәлкім мұны фотодағы кейбір ғалымдар танисыздар, кейбіреуін танымайсыздар. Айта кетейін, енді мұнда Эйнштейнді танып тұрсыздар, иә? Эйнштейн, оны бәрі таниды. Мына фотосы өйткені өте танымал бұл кісінің. Альберт Эйнштейн, мынау бізде Роберт Джеймс Оппенгеймер, мынау бізде Эрвин Шрёдингер. Шрёдингер мысығы, код Шрёдингер естіген шығарсыздар. Бұл бізде Ричард Фейнман, және мұнда бізде Гейзенберг атақты неміс ғалымы. Ал ендеше кеттік. Ең алғаш айтып кеткім келетін нәрсе атомдық физикада бізде неопределенность Гейзенберг дейтін бар, яғни Гейзенбергтің анықталмағандығы. Бұл анықталмағандық не дейді? Бөлшектің орнын және импульсын бір мезетте дәл білу мүмкін емес. Микродүниеде өлшеу нәтижеге әсер етеді. Электрон нақты нүктеде емес, ықтималдық бұлтында. Классикалық физикадан түбегейлі айырмашылық кванттық механиканың басты қағидаларының бірі. Осы бір формула. Енді бұл формуланы талқыламас бұрын жалпы Гейзенбергтің анықталмағандығы не деген сұраққа жауап беріп кетейік. Осы бір бейнероликті қарайық. Щелью. Как вы думаете, что произойдет с пятном на экране, если сузить щель? Давайте посмотрим. Вы видите именно то, что ожидали. Пятно становится уже и уже, его края обрезаются щелью. Это вполне ожидаемо. И если вы остановитесь на этом, то так и не узнаете, что все это время действовал принцип Гейзенберга. Но если вы продолжите, произойдет нечто странное. Если вы сузите щель еще больше, пятно начнет расширяться. Это поразительно. Вы сужаете щель, а пятно на стене расширяется. Чем уже вы делаете щель, тем шире будет пятно на стене. Чтобы понять это, давайте посмотрим на принцип неопределенности Гейзенберга. Обычно его записывают как дельта X на дельта P больше или равно H, деленное на 4π. Что это значит? Так мы описываем положение и импульс частицы. Итак, X — это позиция частицы, а P — ее импульс. Дельта X — это неопределенность положения, а дельта P — неопределенность импульса. При перемножении эти значения должны оказаться больше, либо равняться h на 4π. H — это постоянная планка, и она заслуживает отдельного видео. Құрметті көрермен, осы жаңа кісі түсіндіріп кетті ғой. Яғни бір уақытта бізде расстояние мен импульсті анықтау мүмкін емес. Егер сіз арақашықтықта дәлірек анықтауға тырыссаңыз, онда импульсті сіз біле алмай қаласыз. Немесе керісінше импульсын анықтауға тырыссаңыз, онда арақашықтық белгісіз болып қалады. Жаңа болды ғой, басында дөңгелек болды дағыны, оны қысқан сайын ол бір мынандай бүйтіп қысыла бастады, бүйтіп қысылып, соңында осылай бүйтіп қысылып қалды дағыны. Сосын оны бара қысқан сайын ол қайтадан дөңгелек болып кетті. Өте бір қызық құбылыс физикадағы, осы атом физикасындағы. Бұл Гейзенбергтің анықталмағандығы. Және келесі бізде ол Эрвин Шрёдингердің код Шрёдингері. Бұл кісі ең алғаш суперпозицияны, осы термин енгізген кісі. Орынды емес, яғни ықтималдықты анықтайды, кванттық механиканың негізгі теңдеуін қорытып шығарды, микродүниені болжаудың жаңа тәсілі. Бұл кісі қандай тәжірибе жасайды? Бұл тәжірибені жасамайды, ол ойша жасалынған тәжірибе ғой. Мысалы, бір жәшікке мысықты салып қояды дағыны, және ол жәшіктің ішінде бізде атомдық сағат болады, және цианид болады, жалғанып тұрады. Егер ана сағаттың тілшесі бір неге шекке жеткен кезде, жаңағы цианид уы бізде төгіледі дағыны, оның ішіндегі мысық өліп қалады. Бірақ біз оны біле алмаймыз. Неге? Өйткені оны білу үшін бізге қорап ашып көру керек. Ал егер қорап жабық болса, біз оны көрмейміз ғой, бақыламаймыз. Бақыламағандықтан ол суперпозиция күйінде болады. Мысық 50% жағдайда тірі, 50% жағдайда өлі. Ал оны біз қай кезде біле аламыз? Оны біз ашқан кезде ғана біле аламыз. Электрон да тура сол секілді өзін ұстайды. Сіз оған қарамасаңыз, ол бір орнында тұрған секілді, сіз білмейсіз оны. Ал қарап қалған кезде ол бір позицияда тұрып қалады. Ал сіз қарамасаңыз, ол үнемі қозғалыста тұрады. Суперпозицияда әрбір позицияда болуы мүмкін. Яғни суперпозиция дегеніміз сол, неше түрлі позиция, неше түрлі мүмкіндіктер, неше түрлі вариациялар болуы мүмкін. Мысықтың жағдайында екі қана вариация болып тұр, либо тірі, немесе өлі деген секілді. Бір уақытта өлі тірі деген ол болмайды. Либо өлі, либо тірі. Біз оны біле алмаймыз, электрондардың табиғаты да тура сондай. Біз оны қарамайынша оның нақты позициясы қандай екенін біле алмаймыз.
сіз қарамай тұрған кезде ол кез келген позицияда болуы мүмкін, бірақ именно сіз қарап қалған кезде ол бір позицияда тұрады. Шрёдингердің мысығы кванттық механиканың ең танымал және қызықты ойша тәжірибелерінің бірі. Иә. Енді кванттық суперпозиция және қос саңылау бізде болды ғой, Юнг тәжірибесі деген, иә, алдыңғы видеоларды қараған болсаңыздар, кванттық суперпозиция және қос саңылау электрондар толқын сияқты интерференция үлгісін жасайды. Егер бақыламасақ, суперпозиция сақталады. Бақылағанда бөлшектер бір жолды таңдайды. Барлық затқа, құбылысқа мән беретін ол біз адамдармыз. Осы бір осындай бір сөз құндылық шығарсақ болады. Неге? Өйткені барлық нәрсеге біз мән беретін өзіміз ғой. Мысалы, ақша дейтін ол былай қарасақ кәдімгі бір қағаз, бірақ оған адамдар барып құн беріп қойған деген секілді. Мына Юнгтың тәжірибесінде де тура сондай. Ол тәжірибеде былай болады, екі шелден, мен сіздерге видеода болды ғой айтпақшы осыған дейін, мынау екі шелден тура ортасына электрондарды атқан кезде ол электрондар өзін өте бір қызықты ұстайды бар ғой. Біресе мына жақтан өтіп кетеді, біресе мына жақтан өтіп кетеді, және мына экранда қарасаңыздар өте бір қызықты жолақтар пайда болады. Яғни бұл электрондардың өзінің суперпозиция күйінде ұстайтынының бір дәлелі. Осы каналдағы сіздер қарасаңыздар болады, Юнг тәжірибесі дейтін тәжірибе ең алғашқы видеолардың бірі. Сол жерде бұл толығырақ түсіндіріледі осы тақырып. Келесі, фотон пайда болғалы бері оның суперпозицияда болуы міндетті болды, яғни екі түрлі күйде де болуы міндет болды. Бірақ неге, иә? Бізде жарық ол, айттық қой, фотон және толқын да болады. Бірақ егер ол тек фотон болса ғана не болады? Немесе толқын ғана болса не болады деген секілді. Егер жарық тек қана толқын ғана болатын болса, онда біз күннен энергия ала алмайтын едік. Өйткені неге? Бізде Альберт Эйнштейн ол күннен келетін энергияның порция болып келетінін дәлелдеді, яғни бөлшек болып келеді. Күн сәулесінен келетін бізге энергия ол бізге именно бөлшектер болып келеді. Сол себепті ғана күннің панельдері бар ғой, күн энергиясын алатын панельдер. Сол күн энергиясын алатын панельдерге күннен келетін сәуледен, жарықтан бөлшектер түседі. Сол бөлшектер арқылы энергия біз алып отырмыз. Ал егер жарық бізде тек қана толқын болатын болса, онда ол бөлшектерді біз қалай алушы едік? Өйткені толқын дейтін ол кәдімгі, сөзбен айту қиын әрине, кәдімгі судың толқыны секілді нәрсе ғой, ол бөлшек емес, ұстап көре алмаймыз, ол толқын әшейін. Ал керісінше, егер жарық тек қана бөлшек болса ше, онда жақсы, иә, біз энергияны ала аламыз, күннен энергияны ала аламыз, жерде өмір пайда болады деген секілді. Бірақ егер ол толқын болмайтын болса, тоже бір қызықты жағдайлар болушы еді қазір. Міне, егер фотон тек бөлшек сияқты ғана жүрсе, ол кеңістікте толқын тәрізді таралмас еді. Ал күннен жерге дейінгі 150 миллион километр аралықта энергияны дәл осылай толқындық қасиеті арқылы таратады дейді. Енді сіз қараңыздар, егер ол тек қана жарық болатын болса, онда яғни жарық ол тек бөлшек болатын болса, ол бөлшектің қозғалу үшін бір қозғалыс керек қой, артынан итеретін жылдамдық керек. Ол қозғала алмаушы еді. Яғни екеуі бір-біріне тығыз байланысты. Bir уақытта жарықтың толқын да және бөлшек те бола алуы. Жарық бізге толқын бола алған үшін күннен жерге келіп тұр, жете алып тұр, және ол бөлшек те бола алған үшін біз одан энергия алып тұрмыз. Ал егер фотон тек толқын болса, ол затпен, мысалы біздің денемізбен немесе күн панельдерімен нақты энергия алмасу жасай алмайтын еді. Энергияны жұту үшін оның бөлшектік сипаты фотон энергиясы қажет. Осылай екеуіне өте бір тығыз байланысты екі ұғым, толқын және бөлшек. Жарықтың табиғаты өте қызық негізі. Енді келесі, атомдық физикада бізде ядролық бөлінумен және энергияны айтпай кету ол қате. Өйткені неге? Ең алғаш бізде цепная реакцияны осы Энрико Ферми дейтін кісі ашты. 2 желтоқсан 1942 жылдың ақш-тың Чикаго қаласындағы университеттің астында орналасқан Чикаго Пил No. 1 атты алғашқы жасанды ядролық реакторда бақыланатын тізбекті реакция сәтті жүргізілді. Цепная реакция дейтініміз былай: бір бос нейтрон тұраттағыны уранның ядросына барып соқтықсады. Қазір бір бос нейтрон тұрсын, ол барады бір уранның ядросына барып соқтықсады. Және соқтықсан кезде екі нейтрон пайда болады, жаңа бос нейтрон пайда болады. Және ол нейтронның әрқайсысы келесі бір неге соқтықсады барып, жаңағы уранның ядросына. Мына уран болсын, мына екеуі уран, мына нейтрон деп қоямын, мына. Енді бұлардан тағы да екі нейтрон пайда болады.
түсіндіңіздер ғой, мынау бір нейтрон барды дағыны уранның ядросын екіге бөліп жіберді. Одан екі нейтрон пайда болды. Сөйтті да мына екі нейтрон қайтадан уранның ядросына барды осылай. Және осылай кете береді шексіздікке дейін. Цепная реакция дегеніміз осы. Бұның бірақ қаншалықты маңызы бар біз үшін? Мысалы, атом бомбасы тарихта болған ең үлкен жауапкершілік және қасірет. Яғни атом бомбасының жасалуында осы ядролық жаңағы цепная реакция өте маңызды рөл атқарды. Атом бомбасы ядролық бөліну кезінде бөлінетін орасан энергияны бір сәтте босататын қару. 1945 жылы Манхэттен жобасы аясында ақш алғашқы атом бомбасын жасады. Осы Роберт Джеймс Оппенгеймердің бастауымен бомба Жапонияның Хиросима және Нагасаки қалаларына тасталды. 100 мыңдаған адам қаза тапты. Бәлкім бұны өздеріңіз де естіген боларсыздар, иә, Нагасаки, Хиросима, яғни осы цепная реакцияның ашылуына байланысты және осы Роберт Оппенгеймердің және оның командасының еңбегінің арқасында, енді арқасында немесе солардың кесірінен бәлкім осындай бір суық қару жасалды, адамдарды жойғыш қару, иә. Цепная реакциядан адам баласы көрген немесе көру мүмкін болған зардаптар да болды тіпті. Өйткені ол өте қауіпті процесс болды. Құрметті көрермен, бұл жерде қандай қауіп болды? Мынау фильм Оппенгеймер фильмінен үзінді. Жаңағы үзінді емес, ол Оппенгеймер фильмінен үзінді. Оппенгеймер осы атом бомбасын жасамастан бұрын осындай бір қауіппен, осы бір сұрақпен Эйнштейнға келеді математикалық расчеттармен, иә. Ода қандай қауіп болды? Жаңа мен түсіндіргендей және Оппенгеймердің өзі де түсіндіргендей, бізде цепная реакция жүрген кезде бос нейтрондар ядроға барып соқтығысады ғой, ал бізде ауада неше түрлі атмосферамызда тоже элементтер бар, оның әрқайсысының ядросы бар. Және цепная реакция жүрген кезде сол нейтрондар сол бір ауадағы элементтердің ядросына барып соқтығысқан кезде онда бүкіл әлем жарылып кетуші еді. Сондай бір қауіп болды. Яғни атом бомбасы әсерінен пайда болуы мүмкін цепная реакция. Ядролық бөліну тізбекті реакцияға айналса, энергия босап шығуы геометриялық прогрессімен өседі. Арифметикалық емес, геометрия. Атом электр станциялары мен атом бомбаларының айырмашылығы реакцияның басқарылуында. Атом бомбасында реакция басталып кетсе, ол соңына дейін жүреді. Точка невозврата жоқ ол жерде. Реакция басталды ма, кетті, шексіздікке дейін жүре береді. Алайда атом электростанциялары басқарылса да Чернобыль апаты орын алды дейді. Бұл туралы енді келесі бізде міне сайтта. Чернобыль апаты, бұны естігенде боларсыздар, яғни өте бір адамзат тарихында болған өте сұмдық бір апаттардың бірі. Апат реактор электр қуатынсыз қанша уақыт жұмыс істей алатынын тексеруге арналған қауіпсіздік сынағы кезінде болды. Қалай болды, иә? Сол 1986 жыл болды, немесе қателеспесем, сол жылы бір осы реакторды бізде белгілі бір уақытқа сөндіреді әдейі қолдан. Өйткені ғалымдар бізде зерттеу жасайды. Қаншалықты реактор бізде несіз электр тоғысыз жұмыс істей алады деген секілді. Сынақ кезінде бір қателіктер болады, ережелер бұзылып, реактордың қуаты қауіпті деңгейге түсіп кетеді, кейін кенеттен өседі. Сонда бақылауды жоғалтып алады, яғни қауіпті деңгейге түсіп кетеді, электр тогын қайтадан береді, оны деңгейін көтереміз деп қайта нормаға жеткіземіз деген кезде ол шексіз шамадан тыс көтеріліп кетеді реактордың деңгейі. Сол кезде нәтижесінде нейтрондардың саны күрт артып кетеді, өте күрт артып кетеді. Өйткені жаңа айттық қой, бізде атом бомбасында басқару мүмкін емес, ал бізде атомның станцияда басқаруға болады нейтрондардың санын азайтып кемітіп деген секілді. Тізбекті реакция жеделдеп, энергия бақылаудан шығады, бізде цистерналар барлық жарылып кетеді. Бұл реакция суды бірден қайнатып, бу қысымын көтерді, реактор жарып жіберді. Бізде білесіздер, реакторда бізде баяулатқыш суытқыш ретінде су немесе ауыр су немесе графит қолданылады. Графитпен сыртынан қоршалып тұрады дағыны су бізде суыту үшін. Сол базада қорда жиналған судың бәрі сондай бір выброс энергияның әсерінен бірден қайнап кетеді. Қайнап кеткен соншалықты жарылыс орын бүкіл складтың барлығы жарылады. Соның кесірінен бізде өте қорқынышты цепная реакция болады, яғни радиация. Радиация өте көп деңгейде тарайды. Осы туралы Чернобыль апаты туралы сериал бар. Ол сериалда көрсетеді, басында бізде 3/6 ма рентген болған. 3/6 рентген негізі қатты бір қауіпті емес, бірақ ол рентген адам денесінен өтсе, онда да ауырып қалуға болады қауіпті аурулармен. Алайда дәл осы ошағында 15 мың 30 мың рентгенге дейін болады. Тіпті бар ғой, осы
басындағы мына ошақтың апатын алдын алу үшін ошақ жанып жатады, оны өшіру мүмкін емес болады. Және еще ол ошақта неше түрлі элементтер бар, жаңағы уран деген секілді, соның бәрі жанып жатады. Ананы тоқтатпаса, одан бөлінген жаңағы молекулалар, гамма сәулелер тарайды жан жаққа. Ол табиғатқа өте зиян. Соның алдын алу үшін тіпті вертолетпен үстінен өтіп су шашпақшы болады. Сол кезде мынау тікұшақтың өзі істен шығып апатқа ұшырайды. Тіпті бар ғой, мынау айға алып баратын луноход дейміз ғой, сол аппаратпен барып та тазалағысы келген, сол артық құрандарды алып тастап, бірақ олай да қиын болады. Өйткені анау луноход та жұмыс істемей қалады, және соңында өкінішке орай енді бір-ақ қана амал қалады. Бізде қаһармандар, нағыз қаһармандар, әркім өз еркімен шығатындар, яғни добровольецтер шықты дағыны, күрек, қолдарына керекті құрал жабдықтарын алып, жоғарғы сол этажға, бізде крышасына көтеріліп, сол тазартқан болады. Урандарды, неше түрлі сол жатқан тастарды тазартып, апаттың алдын алуға тырысты барынша. Келесі бізде ол енді бұл қайсы болады? Бізде түйін қорытынды ретінде ғылым адамзатқа күш береді, бірақ оны қалай қолданатынымыз біздің ақылымыз бен адамгершілігімізге байланысты. Әл-Фараби атамыз айтып кеткендей, енді тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтады, иә. Біз табиғат заңдарын өзгерте алмаймыз. Егер оларды елемесек, табиғат бізге өзінің қатал ережесін іске салады. Жеңілдегі бізде атом бомбасының жасалуы немесе Чернобыль апаты туралы, иә. Адамзат атомды да бағындырды, бірақ ең үлкен сынақ өз құмарлығымызды бағындыру, иә. Қатты ойын кетпеу керек. Дер кезінде тоқтау керек. Барлық нәрсені бағындырамын деп алға қарай ұмтыла беру ол қате. Табиғат бір күні өзінің жазасын беруі мүмкін. Және құрметті көрермен, бонус ретінде бізде қызықты тағы да бір видеоролик болсын. Ол бізде жаңағы Юнг тәжірибесі туралы, қайтадан бірге көрейік. Действовать. Вот тут на пруду я подготовил для вас небольшую демонстрацию. У меня есть два источника волн, которые, в принципе, как две щели. Когда я создаю волны с помощью одного источника, они двигаются круговым фронтом. Тут все предельно просто. Но, если я добавлю второй источник, они складываются в интересный узор. Он возникает из-за взаимодействия волн от двух источников. Когда вершина встречается с вершиной, а впадина со впадиной, амплитуда волны увеличивается и получается то, что мы называем конструктивной интерференцией. Но если вершина одной волны встречается со впадиной другой, тогда мы получаем деструктивную интерференцию, и волна исчезает. Именно это и происходит со светом. Когда вершина встречалась с вершиной, а впадина со впадиной, благодаря конструктивной интерференции получались яркие пятна. Но, когда вершина одной волны сталкивалась со впадиной другой, из-за деструктивной интерференции мы ничего не видели. Свет погасил сам себя. Очень похоже на то, как две капли падают в воду. Верно? Такой же И они узор продолжают получается. взаимодействовать. Эта волна перекрывает другую, и на ней появляется несколько. Видите точки? Яркая, темная и так далее. Здесь есть одна особенность. Солнечный свет состоит из разных цветов, и у каждого своя длина волны. Очевидно, что они встречаются в разных местах. И поэтому, чем дальше от центрального максимума, тем заметнее радуга. Точки справа были разного цвета, потому что красные и синие волны попадают в разное место. То есть цвета разные только из-за разной длины волн? Именно так. Невероятно. Значит, это красная крышка. Там на зеленой корзине это разная длина волны. Разная длина волны. Так и получается столько цветов. Именно. Бұл жерде тек қана Юнг тәжірибесі және жарықтың табиғатына байланысты емес, түстерге де байланысты түсіндіріп кетті соңында, иә. Егер қатты бір түсінбей қалсаңыздар, мен түсіндіріп көрейін. Бізде бір лазер тұрсын, иә, мынандай. Осындай бір лазерден бір жарық түссін. Ол жарық мұнда тұрған бір неге түссін, шелге. Шел дегеніміз мұнда бір тесік тұрсын арнайы. Бұл негізінен фотода салып отқан кезде үлкен болып кетті, бірақ шын өмірде бұл өте кішкентай. Бұл тәжірибені негізі үй жағдайында жасап көруге болады. Және осы тура мынау отверстияның ортасына лазердің сәулесі түссін. Енді осы жерден сұрақ. Лазер мына жаққа түсірдік қой, біз ортасына түсірген кезде мына жақта экран тұрсын, иә. Осындай экран тұрсын. Осы экранға түскен кезде мына жақта неше жолақ пайда болды? Логично жауап берсек, екеу, иә. Өйткені мұнда екі-ақ қана тесік бар ғой, немесе біреу, иә. Тесіктің біреуіне ғана түсті делік, сонда бір-ақ қана жарық пайда болсын деп. Бірақ ол олай емес, сіздер қараңыздар. Мысалы,
басында ол лазерде бір ғана толқын болып келіп түсті ғой. Бір ғана толқын келеді. Мына ортасына соқтыққан кезде ол екіге бөлінеді. Мына жақтан екі толқын пайда болады. Және сол әрбір пайда болған толқынның мынау ұшындағы максимумындағы нүктеден тағы да екі толқын пайда болады. Екі толқын қосылады бір-біріне. Және үшеу пайда болды. Енді әрқайсысының басынан тағы да екіге бөлінеді ғой осылай. Мынау былай кетеді, мынау былай кетеді, мына жақтан былай, былай. Төртеу пайда болды, міне, мына жақтарда төртеу пайда болды. Және осы төртеу пайда болды, осыдан тағы да кете береді осылай қарай. Мінекей. Бұл жерде енді бесеу болып кетті. 1, 2, 3, 4, 5. И осылай и так далее, и так далее. Енді жаңа экранға келіп соқтықсанын көрсетті видеода, иә. Ортадағы жарық өте қатты болды. Аппақ болып тұрды ғой жаңа. Ал шетінде уже слабый и жарықтары көріне бастады. Неге олай? Өйткені мына ортадағыны байқасаңыздар, осы ортадағы толқын ең күштісі болады. Сондықтан да мына экранға түскен ортадағы жарық ең жарығы болады, аппақ болып тұр. Неге? Өйткені ол ортадағы жарық мына бір толқындардың барлығының қосындысы ғой. Сондықтан ол өте күшейіп кетті. Күшейіп кеткендіктен ғана ортадағы жарық бізде өте интенсивтілігі жоғары, өте жарық. Ал шетіндегілер жайлап әлсірей береді. Шетінде уже тіпті сол арқылы бізде жарықтың толқын ұзындығы дейтін нәрсе бар. Мысалы, жасыл түсте ол қателеспесем 530 нанометр. Жасылда 400 деген секілді. Жоқ, жасылда 530, бізде сарыда 400 бар. Қызылда тіпті 640-тай болу керек, немесе 620 тире. Бұл не дегеніміз? Бұл дегеніміз әрбір жарықтың толқын ұзындығы. Мынау жасыл түс үшін, мынау қызыл түс үшін. Осы бір толқын ұзындықтары біз мысалы күнделікті өмірде көріп жүрген түстер бар ғой, сары, қызыл, жасыл, сол толқын ұзындықтарына байланысты. Толқын ұзындығы неғұрлым ұзын болған сайын ол түс қызара береді, қызыл күлгін деген секілді. Немесе неғұрлым аз болған сайын ол сары, жасыл түске ие болады деген секілді. Иә, құрметті көрермен, осымен бізде соңына жетіп қалды. Ал осы бір кітаптарды егер сіздер тағы да өздеріңіздің білімдеріңізді арттырғыңыз келсе, оқуға сіздерге кеңес беремін. Мен бұны басқа да өзім түсірген видеоларда осы кітаптарды үнемі ұсынып жатамын. Бүгін мен осы сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Атом физикасын енді барынша осындай бір қиын тақырыпты жеңіл тілмен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Тәжірибелер, кітаптар, айтылған ақпараттар қызық болса, зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.